Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Бүгін сіздермен баланың есте сақтау қабілетін жақсартатын дәрі туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, каналда активті болып лайк басып, және де осы видеоны көбірек адамдарға таратып отырсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Ал енді баланың жаңағыдай қалай есте сақтау қабілетін жақсартамыз, сол туралы сөйлесек. Негізі есте сақтау қабілетін жақсартатын дәрі дүние жүзі бойынша әлі ойлап табылған жоқ. Әсіресе балаларға арналған, ересектерге арналған дәрі-дәрмек бар. Ол дәрі-дәрмектің атауы мемантин деп аталады. Ол рецептурный дәрі, және де ол деменция, слабоумие деген диагноз қойылған кезде, ақыл есі төмендігі кезінде, уже реально адамда проблема болған кезде ересектерге назначение береді. Ал балаларға осындай дәріні ішесің, памятің күшті болып жақсарып кетеді деген ондай дәлелденген дәрі-дәрмектер жоқ. Бірақ енді сіздер баланың жаңағыдай қабылдауы жақсы болу үшін ағзасындағы бүткіл дефициттердің орнын толтырамыз, То есть баланы қараймыз, анемиясы бар ма, витамин D жеткілікті ма, темір қаншалықты ағзасында, фолик қышқылы қаншалықты, B9 витамин қаншалықты, сондарын анализ арқылы тапсырып, содан кейін барып, сол дефициттердің орнын толтыру керек. Ал баланың памятін жақсарту үшін бала көп оқу керек, немесе көп жаттаулар жаттау керек. Және де балаға жаңағыдай цифраларды, номерларды, өзінің жаңағыдай куәлігінің номерін, үйдің номерін, және де басқа да жаңағыдай мен жұмыс ететін логикалық ойындар, шахматы, және де басқа да менімен көбірек жұмыс істейтін ментальды арифметика қазір көп балаларда. Осындай жаттығулар арқылы баланың есте сақтау қабілетін жақсартуға болады. Және де витамины группы B берсеңіздер болады, бірақ ол да 100% жаңағыдай есте сақтау қабілетін жақсартады деген дәлелді база жоқ. Сондықтан ол бәрі вспомогательный жаңағыдай қосымша дәрі-дәрмек болып табылады. Негізі баланың есте сақтау қабілетін жақсарту үшін бірінші очередьте миды көбірек қолданған дұрыс. Көп бала мимен жұмыс істейтін болса, есте сақтау қабілеті жақсы болады. Осы мәлімет пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, уведомление значогын басып, каналда активті болып отырыңыздар, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздердің балаларыңыз есте сақтау қабілеті қалай, және де қандай сұрақтарыңыз болса, астына қоя кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар.